Сенбідегі сергек серуен Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің қызметкерлер арасында шаңғы тебуден сайыс өтті. Спорттық жарыс ұжымның ұйымшылдығын арттырып, қызметкерлердің денсаулығын нығайтуға бағытталған. Осы спортқа қатысып, көңілдерінді көтеріп, мәселе бізде олимпиадада сияқты ғой. Мәселе кім жеңгенде, жеңілгенде емес. Әрқайсымыз бір-бірімізді жүзімізді көріп, құшақтап, сағынып, осылай күліп, ойнағанға ештеме жетпейді. Сол ең үлкен жеңіс, түгеліміз аман болып, осындай ойын жақсылықта кездесе берейік. Жарыстарымыз құтты болсын, сәттілік тілеймін. Жарыс жолына алғаш болып нәзік жандылар шықты. Қыздар арасында үздік болып мәреге алғаш жеткен индустриялық даму комитетінің бас сарапшысы Мөлдір Топанова болды. Екінші орында автомобиль жолдары комитетінің маманы Айгерім Бөлекбаева келсе, үшінші орынды да осы комитеттің бас сарапшысы Қабдешова Бибігүл еншіледі. Осы бүгінгі сайыста енді бірінші орын алғаныма өте қуаныштымын. Бұндай сайыстар көп бола берсін деймін. Осы біздің министрліктің басшыларына мыңда бір алғыс. Бүгінгі жарысқа қатысушылардың бәрі жеңімпаз деп ойлаймын. Осындай шаралар көп бола берсін деймін. Қыздар қауымынан кейін бірден жігіттер жарыс жолына шықты. Намысты қолдан бермеу басты мақсат. Жанкүйерлердің де үмітін ақтау керек. Ерлер арасында мәреге бірінші болып жеткен автомобиль жолдары комитетінің маманы Ардақ Азатұлы болды. Екінші орында Азаматтық авиация комитетінің бас сарапшысы Ербол Климов келді. Жүлделі үшінші орынды құрылыс және тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық комитетінің маманы Әлішер Насыр иемденді. Переполняют множество эмоций. Очень хорошее мероприятие для всех нас. Поддерживает здоровье. Объединяет весь коллектив нашего министерства. Отдельное спасибо хочу сказать министру нашего министерства, что организовали такое вот мероприятие. Побольше бы таких спортивных, соревновательных, поднимает дух коллективный. Все общаемся, все радуемся, все улыбаемся. Жүлделі орын алғандарға министр өз қолымен марапат қағазын табыс етті. Қатысушылардың барлығына естелік сыйлықтар берілді.